Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жылқы ер қанаты. Бүгінгі сабақта тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсініп, ақпараттың өзектілігін анықтайсыз. Септеулік шылаулардың қызметін біліп, жазба жұмыстарында орынды қолданасыз. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың жаңа сөздермен таныс болайық. Киелі жануар, қастерлі, қымбат. Ат бегі, бәйге атын таны білетін сыншы, бапкер. Жүйрік, жылдам шапқыш, ұшқыр. Жан серігі, досы, жолдасы. Ренг, түр, түс, келбет. Қазанат, ұзақ жолға шыдамды, мықты ат. Оқушылар, жаңа сөздерді мұқият есте сақтап алайық. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың ой түрткі сұрақтарына назар аударайық. Жылқыны не үшін киелі жануар деп есептейді? Жылқы кисе киім, мінсе көлік, жесе тамақ, ішсе сусын деген ойды қалай түсінесіз? Оқушылар, бұл сұрақтардың жауабын сабақ барысында алатын боласыздар. Олай болса, мәтінді тыңдайық. Қазақ халқы жылқыны киелі жануар деп есептейді. Жылқы кисе киім, мінсе көлік, жесе тамақ, ішсе сусын болатын киелі түліктің бірі. Жылқыны жасы мен денсаулық жағдайын ат бегілер тісіне қарап ажыратады. Ата-бабаларымыздан қалған жақсы аттың тісін қарамас болар деген нақыл соған байланысты туындаған болар. Қазақ халқы жылқыны ең алдымен ел қорғаған ердің жан серігі деп дәріптеген. Біздің аңыз ертегілерімізде, батырлық жырларымызда есі қысылғанда ақылды, күшті тұлпарлар көмекке бірінші болып келетіні туралы көп айтылады. Мысалы, Қобыландының тайбурылы, Алпамыстың байшыбары, Ертөстіктің шалқұйрығы, Қамбардың қара қасқасы елерімен бірге жыр аңызға айналып ел құрметіне бөленген. Басқа жануарларға қарағанда жылқы айналасын түрлі түсті реңкте көреді, бірақ қызыл мен көк түсті ажырата алмайды. Тағы бір қызығы, жылқының көру аумағы 360 градус. Яғни, жылқы бір бағытқа қарап тұрғанда тек алдын ғана емес, арт жағында толық көре алады. Сондай-ақ, жылқының көзі түн ішінде өте жақсы көреді. Қазақ халқында жылқының қатысуымен болатын түрлі жарыстар мен ойындар бар. Жылқының жүйріктігін сынайтын тай жарыс, құнан бәйге, аламан бәйге сияқты сайыс түрлері халқымызбен бірге жасасып келеді. Ал көкпар, аударыспақ, ат үстіндегі тартыс, жамбы ату, қыз қуу, теңге ілу сияқты ойындар жылқының да, оған мінген жігіттің де мықтылығын анықтаған. Оқушылар, берілген мәтіннің мазмұнын мұқият есте сақтап алайық. Олай болса, тапсырмаларға көшейік. Тапсырма. Мәтінге тақырып қойыңыз және мәтіннің өзектілігін анықтаңыз. Жарайсыздар. Бұл тапсырманы дұрыс орындадыңыздар деп ойлаймын. Ендеше дұрыс жауап үлгісіне назар аударайық. Мәтін тақырыбы: жылқы киелі жануар. Өзектілігі: жылқының жүйріктігін сынайтын тай жарыс, құнан бәйге, аламан бәйге сияқты сайыс түрлері және көкпар, қыз қуу, аударыспақ халқымызбен бірге жасасып келеді. Келесі тапсырмаға көшейік. Мәтінде келтірілген
жылқы малының қасиеттерін жинақтап, кластерге түсіріңіз. Тамаша, бұл тапсырманы дұрыс орындадыңыздар деп ойлаймын. Ендеше дұрыс жауап үлгісіне назар аударайық. Жылқы, қастерлі жануар, кисе киім, мінсе көлік, адамның жан серігі, ішсе сусын. Оқушылар, біз өткен сабақта шылаудың ережесімен танысып, мағыналық түрлеріне тоқталған болатынбыз. Олай болса, септеулік шылауларды еске түсірейік. Септеулік шылаулар. Атау септігіне қатысты септеуліктер. Туралы, арқылы, сияқты, секілді, үшін, сайын, жайында. Барыс септігіне қатысты септеуліктер. Дейін, шейін, тарта, таман, жуық. Шығыс септігіне қатысты септеуліктер. Кейін, соң, әрі, гөрі, бұрын. Көмектес септігіне қатысты септеуліктер. Бірге, қабат, қатар. Мысалы, жел қатайған сайын, лебі мұздаған сайын, зымыраған поезд көрдей қараңғы түнге сүңгіген сайын, вагон үстіндегілер бір-біріне жабыса түсті. Еске түсірсек, тапсырмаларға көшейік. Берілген септеулік шылауларды пайдаланып, сөйлемдерді толықтырыңыз. Ұсынылған септеулік шылаулар: әрі, сияқты, үшін, тәрізді. Өте жақсы. Тапсырманы орындап болсақ, дұрыс жауапқа назар аударайық. Жылқы қазақ халқы үшін киелі жануар. Тазалық, көркемдік тәрізді адам бойындағы асыл қасиеттерді жылқымен байланыстырады. Жылқы кисе киім, әрі мінсе көлік. Жылқының жүйріктігін сынайтын тай жарыс, құнан бәйге, аламан бәйге сияқты сайыс түрлері халқымызбен бірге жасасып келеді. Қолданылған шылаулар: үшін, тәрізді, әрі, сияқты. Өте жақсы. Олай болса, келесі тапсырмаға назар аударайық. Септеулік шылауларды пайдаланып, жылқы, ер қанаты тақырыбында әңгіме құрастырыңыз. Жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Жарайсыздар. Олай болса, өз жауаптарыңызды біз ұсынған нұсқамен салыстырып көріңіз. Жылқы, ер қанаты. Ерте заманнан бері төрт түліктің төресі аталған қасиетті түліктің бірі қазақ халқы үшін жылқы малының орны ерекше. Қолға үйретіліп, адамзат баласының қажетіне жаратқан жылқы түлігі ең қасиетті әрі ең қадірлі түлігі. Жылқы өзінің әу бастағы қайталанбас қалпын күні бүгінге дейін жоғалтпай келе жатқан аңыздарға арқау ертегілердің ең сүйікті кейіпкері, үзілмес желі болған сипаты бөлекше жаратылған жануар. Ата-бабаларымыз жылқыға 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар, 10.000-нан қазанат деп батасын беріп, әділ бағасын берген. Оқушылар, олай болса, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсініп, ақпараттың өзектілігін анықтадыңыз. Септеулік шылаулардың қызметін біліп, жазба жұмыстарында орынды қолдандыңыз.
Оқушылар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.